хабар агенттігі. Кеше 13 сағат 24 минутта Маңғыстау облысында орналасқан Шетпе теміржол станциясында адамдар тобымен Маңғышлақ Ақтөбе қатынасындағы нөмір 309 жолаушылар пойызының қозғалысы бөгелді. Пойыз ішінде 300-ден аса жолаушы болған. Қозғалысты бөгеген адамдар тобы Жаңаөзен қаласындағы жаппай тәртіпсіздіктер қатысушыларын қолдауға шақырумен шықты. Бұл туралы еліміздің бас прокуратурасы хабарлады. Теміржол желілерін бөгеу нәтижесінде көліктің қалыпты жұмысы бұзылды. 7 жолаушылар және 3 жүк тасымалдау пойыздар тоқтатылды. Прокуратура қызметкерлерімен берілген заңды түсіндіруіне еленмей, сондай-ақ полиция қызметкерлерінің және жергілікті атқарушы органдардың талаптарына бағынбай, акцияға қатысушылар пойыздардың қозғалысы үшін темір жол жерлерін босатудан бас тартты. Жергілікті уақытпен кешкі сағат 8 шамасында полиция қызметкерлері темір жол жерлерін босату және қылмыстық әрекеттердің жолын кесу үшін шаралар қабылдай бастады. Бұл уақытқа дейін желілерде болған адамдардың көпшілігі өз еркілерімен кентке кетіп станцияны босатқан. Алайда 50 шақты бұзақы полиция қызметкерлеріне белсенді қарсылық көрсетіп, жүк тасымалдау пойызының тепловозын өртеп жіберді. Вагондарда жанғыш сұйық қоспасы бар бөтелкелермен атқылаған. Әрі қарай бұзақы адамдар өздерінің қылмыстық әрекеттерін Шетпе кентінің аумағында жалғастырып, жаңа жыл шыршасын өртеп жіберді. Дүкендер мен автокөліктердің терезелерін сындырған. Қылмыскерлердің әрекеттерін тыюға әрекеттенген полиция қызметкерлері жанғыш сұйық қоспасы бар бөтелкелермен жаудырған бұзақылар тарапынан шабуылға ұшырады. Сондықтан Ақтау станциясындағы ішкі істер жол бөлімімен қылмыстық іс қозғалды. Бұзақылардың әрекеттері бейбіт азаматтардың және полиция қызметкерлерінің өздерінің денсаулықтары мен өмірлеріне айқын қауіп төндіргенін ескере отырып, полиция қызметкерлері қару қолдануға мәжбүр болды. Алдын ала мәліметтер бойынша Маңғыстау аудандық ауруханасына оқ ату жарақаттарымен 12 жәбірленуші түсіп, оның ішінде бір адам қайтыс болды. Құқық қорғау органдарымен қылмыстық әрекеттерге тосқауыл қою, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қалпына келтіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін барлық қажетті шаралар қолданылуда. Хабарым жалғастырамыз. Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктен 86 адам түрлі жарақат алып, оны қаза тапты. Бұл туралы бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Жарақат алып ауруханаға түскендердің 6-ы полиция қызметкерлері, ал жансақтау бөлімінде 4 адам жатыр. Сондай-ақ жаппай тәртіпсіздіктер барысында барлығы 46 нысан өртелгені белгілі болды. Оның ішінде банктер, ірі